Енді мынандай жаңа мәселе тағы да. Қазір заманда сол жалпы болып тұрады көп. Бір валютамен қарызға алдың сен, әлде бере жақ болып қалдың, содан кейін теңгемен мысалшы, теңгемен қарызға алдың, содан кейін теңгенің бағасы құлады, теңгенің бағасы девальвация болды мысалшы. Девальвация, елдің ақшасының құны төмен түсіп кету. Теңге сияқты ғой, субханалла, дұрыс па? Әлде доллармен алдың, қарызға 10 000 доллар біреуден алдың, теңгенің құны құлап кетті де, яғни доллардың бағасы көтеріліп кетті. Сол кезде қарызды қалай қайтарам деген мәселе ғой. Бұл жерде жалпы екі суретке бөлінеді. Біріншісі, бауырлар, егерде бір валютамен қарызға алдың ақшаны, әлде бере жақ болып қалдың, бір нәрсені рассрочкаға алып, содан кейін курс өзгерген болса, теңгенің құны көтерілу болмайтын шығар, құрып кеткен болса, төмен түсіп кеткен болса, девальвация болып кететін болса, револьвация енді бізде болған жоқ шығар, керісінше теңгенің құны көтерілу деген, керісінше қайта-қайта құлап жатыр ғой теңгенің құны, дұрыс па? Сондай теңгенің құны құлап кетті. Сол кезде құлағанда, егерде аз құлаған болса, аз, онда сол валютамен қарыз болып тұра бересің. Ал көп болса, бұл екінші мәселе кәрін талқылаймыз. Яғни аз дегеніміз қанша, бауырлар? Ол 1/3 бөлігінен аз болатын болса дейді. 1/3 бөлігінен аз болатын болса дейді. Яғни 33,3% ғой. 33,3 әлде 100-33, 33,33 әлде 33,33 деген сияқты. 33% ғой, яғни 100-ді 3-ке бөлгенде қанша болады? 33,33 қой. Сондайдың арасында 33%-ға көтерілмеген болса, сол пайызға жетпеген болса, онда сол курспен қарыз бола бересің. Мысал келтірейін. Мен сенен қарызға 180 000 теңге алдым 2015 жылдың басында. Білесің ба, 2015-те ақша көтерілді деген сияқты. Жылдың басында 2015-те доллардың курсы 180 теңге болды. Сонда 1000 долларың 180 000 теңге болды. 1000 доллар 180 000 теңге болды. Мысалшы, сен менен қарызға алдың 180 000 теңгені. Содан кейін 2006-та көтеріліп кетті ғой, дұрыс па? Сол егерде 1/3 бөлігінен аз көтерілген болса, ол 33%-тен аз болатын болса, 180-нің 33% қанша болады? 3/1 бөлігі қанша болады? 60 қой, дұрыс па? Яғни 180-ді 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлгенде 60-тың 3-ті болады. 60. Сол 180 теңгеге доллар 60 теңгеден аспай көтерілетін болса, мысалы үшін 180 доллар көтерілді, теңгенің құны құрды, 190 болып кетті, 200 болып кетті, 210 болып кетті, 220 болып кетті, 230 болып кетті, 240 болып кетті. Сол 240-қа дейін 180-ге 60 қосқан 240 қой, дұрыс па? 180-нің 3/1 бөлігін қосамыз. 180-нің 3/1 бөлігі, 180-нің 33%, ол 60. 180-ге 60 қосамыз, 240-тан аспайтын болатын болса, онда теңгемен алдың ғой, теңгемен қайтаруым керекпін саған. Керісіншесі де солай. Сен менен 180 000 теңге қарызға алдың, курс ол кезде 180 теңге болды. Яғни 1000 доллар алғандайсың ғой. 180 000 теңге ол 1000 доллар. Содан кейін теңге көтеріліп кетті. Девальвация емес, револьвация болып кетті. Керісінше доллардың құны құлап, теңгенің құны көтеріліп кетті. Сонда теңгенің құны 1 долларың 180 емес, 1 долларың 175 болып кетті, 170 болып кетті, 160 болып кетті, 140 болып кетті. 120-ға дейін ғой, 180-нен 60 алып тастаймыз ғой, 3/1 бөлігін алып тастаймыз, 33%-ын алып тастаймыз, 120 ғой ол кезде. Сол 120-ға дейін болатын болса, ол кезде сол 180 000 теңге қылып қайтаруың керексің. Сонымен бауырлар, егерде аз болатын болса, аз деген сол 3/1 бөлік 33%-тен аз көтерілген болса, әлде 33%-тан аз түскен болса, ол кезде курс өзгермейді, сол ақшамен сен маған қарыз болып тұра бересің, әлде мен саған қарыз бола беремін. Мен сенен 1000 доллар алдым, курс қанша? Курс мысалышы 450 теңге. 1000 доллардың курсы қазір мысалышы 450 теңге, мен сенен 1000 доллар қарызға алдым. 450 000 теңге алған сияқтымын ғой. Енді бір айдан кейін саған қарызды қайтарайын деп жатырған болсам, курс теңге құрып кетті. Теңге құлап кетті да, доллар өсіп кетті. 1 долларың 500 теңге болып кетті.
Енді мен саған қазір $1000 қайтаратын болсам, сол кездегі $1100 қайта тұрған сияқты болып қалдым ғой, дұрыс па? $1000 алдым, ол кезде 450 мың теңге болды. Енді қазір мен саған қайтарып отырған болсам, сол $1000 курс көтеріліп кетті. Мен саған айта аламын да былай қылып. Мен сенен помнишь, алдында $1000 қарыз қалғанда ол кезде 450 мың теңге болды ғой. Енді қазір ол 500 мың теңге болып кетті. Сондықтан мен саған $1000 қайтармаймын, мен саған $900 қайтарамын деп. Дұрыс қой, $900 ал қазір теңгемен 450 мың теңге. Солай қайтара ма? Жоқ, болмайды. Қай валютамен алдың, сол валютамен қайтарасын. Егер де аз көтерілетін болса, әлде аз құлайтын болса. Аз дегеніміз бауырлар, ол 3-тен 1 бөлік, 1/3 часть, 33-те 33. Сондай жалпы. Бұл аз болатын болса, ал егер де көп болатын болса, сол қалай болады? Міне осы қазіргі заманның больной тақырыбы ғой, субханалла. Яғни сондай қылып көп елдерде девальвация болып жатыр, дұрыс па? Ол бір соғыс себептен болуы мүмкін, бір санкциялардың себебімен болуы мүмкін деген сияқты. Әлде бір көрші елге бір санкция қойып, соған Россия сияқты, мысалы Қазақстан сияқты, Россия бір санкция қояды, сосын Қазақстан оған ілініп кетеді деген сияқты. Әлде үкімет көп бір нәрсені жояды, мысалы неге, елге, сол кезде ақшасы жетпей қалып көтеріледі деген, оның яғни девальвацияның себептері өте көп жалпы. Сол не болса да, егер де ақшаның, сол елдің валютының құны көпке құлаған болса, 2015 жылы болған оқиға сияқты. 2015-те жылдың басында $100 18 мың теңге болды, $1000 180 мың теңге болды. 2016-да келесі жыл қанша болды? 380 болып кетті, дұрыс па? Яғни 2 еседен асып кетті ғой. 2 еседен асып кетті. Мысалшы, сен маған қарыз бердің $1000. Ол кезде сол 2015-те доллардың бағасы 180 болды. 180 мың теңге қарыз алған сияқтымын. Енді қазір бүгін қайтарайын деп жатырмын саған. Доллардың курсы 450 теңге болғанда. Енді субханалла, теңге 2 еседен асып кетті ғой, 2 есе жарым болып кетті ғой, дұрыс па? Көтеріліп кетті ғой. Сол қалай болады? Сол кезде мен саған қазір $1000 алдым, $1000 қайтаратын болсам, мен конкретно ұтылдым. Әлде керісінше, мен сенен теңге алдым қарызға. 2015-те жылдың басына теңге алдым сенен. Әлде 2016 жылы курс 400 болғанда, $1000 400 мың теңге болғанда, мен сенен не алдым, мысалшы 130 мың теңге алдым қарызға. Теңге 130 мың теңге 2006 жылғы алдым. Енді қазір қайтарайын деп жатырмын мен саған. Қазір мен саған қайтарайын деп жатырмын. Курс 450 теңге. Ол кезде 400 мың теңге $1000 болды. Ал қазір 400 мың теңгең ол $250 сондағы. Сонда қалай қайтарамын мен саған? Кәдімгідей көтеріліп кетті, дұрыс па? Онда сен ұтылдың, дұрыс па? Сен қораға кірдің. Сонда теңгемен қайтарамын ба? Ренжіме, бауырым, мен сен теңге алдым, 400 мың теңге. Мен 400 мың теңге қайтарамын, болды. Сен айтып тұрасың, субханалла, ол кезде ол $1000 болды ғой, 400 мың теңге. Сен қазір маған бір $250 беріп тұрған сияқтысың ғой. Ол кезде мен $1000-ға, яғни 400 мың теңгеге субханалла 10 қой сатып алатын едім, 10 қой. Қазір 400 мың теңге тек қана 2 қой аламын ғой мен, болды. Арамызда келіспеушілік болып қалатын болса, сол қалай болады? Теңгенің құны кәдімгідей құлап кететін болса, әлде рубль қандай ақша болсын, елдің ақшасы кәдімгідей құлап кеткен болса, бұл кезде қазіргі ғұламаларда ихтиляф бар жалпы. Қазіргі ғұламаларға сіздерге ихтиляфын түсіндіріп айтайын, иншалла. Бірінші, бауырлар, сол валюта тұрса дейді, әлі жұмыс істеп тұрма дейді, онда сол алған бағамен қайтарасың дейді, болды. 2006-да сен менен 400 мың теңге алдың. Ол кезде 400 мың теңге $1000. Енді бүгін қайтарайын деп жатсың. Қазір курс 450 теңге. Енді 400 мың теңген қазір ол $250 ғой сондағы. Мен ұтылайын деп тұрмын қатты. Мен ұнамай тұр маған, ренжіп тұрмын, мысалшы. Сен 400 мың алдың, $1000-дай алғансың ғой менен сол кезде. $1000-дың бағасындай ақша алдың. Енді қазір маған бір $250-дай бағадай бір ақша беріп тұрсың. 400 мыңға не аламын мен? Сол кезде қалай болады? Ғалымдардың көбі, бірінші пікір, ескі ғалымдардың көбі, олар теңге әйтеуір жұмыс істеп тұрма, болды, солай қайтарасың дейді. Мен онда сенен 400 мың теңге аламын. Ұнамаса да, маған кәдімгі ішім күйіп тұрса да, ұтылсам да мен қатты, яғни 400 мың аламын. Өйткені теңге жұмыс істеп тұр дейді, әйтеуір болды. Әйтеуір валюта жұмыс істеп тұрма елде, болды, сол валютамен қайтарасың дейді, болды. Ескі ғұламалардың, жұмһур ғалымдардың көбі, яғни теңге сол қай валюта жұмыс істеп тұр, солай қайтарасың дейді. Біздің заманымызда, яғни үлкен ғұламалар да сөйтіп айтады. Шейх Ибн Усейминнің пікірі бұл, шейх Абдул Азиз ибн Баздың пікірі, шейх Солих аль Фаузанның пікірі, және Саудияның Ләжнат даима
фатуа беретін тұрақты комитеттің пікірі осы. Егер де валюта әліңге дейін жұмыс істеп тұрған болса, қаншама көтерілсін, қаншама түссін, сол валютамен қарыз болып тұра бересің дейді. Енді адам өзінен артық қосып беретін болса, онда әрине керемет болады. Сен менен 2006-та 400 мың теңге алдың, $1000 болды ол кезде 400 мың теңге. Енді бүгін қайтарайын деп жатсың, 400 мың теңге қылып қайтарасың. Оның қазір $250, дұрыс па? Маған ұнамайды. Өзіңнен сен маған тағы да қосып беретін болсаң, мысалы 450 мың қылып мені разы қылдыратын ақша беретін болсаң, проблема жоқ. Қосып өзінен былай артығымен беріп жіберген болсаң, бірақ сен 400 мыңда қатып қалсаң, сенің ақың. Бұл бірінші пікір. Ал екінші пікір, басқа ғұламалар жоқ дейді. Сол күннің құнымен жұмыс істелінбейді дейді. Ол әділетсіздік болады дейді. Реніш болады дейді. Болмайды олай істеуге дейді. Яғни оны айтатын ғұламалар, қазір ғұламалардың пікіріне келетін болсақ, шейхіміз Абдурахман Аль-Баррак сөйтіп айтады. Шейх Албани сол пікірде. Саат Аль-Хаслан деген шейх бар. Сол шейхтің пікірі солай. Және Осман Аль-Хамис Кувейттің шейхі сол пікірде. Және Абдулла Аль-Бассам сол пікірде болған. Және фиқ кеңесі, халықаралық фиқ кеңесі бар. Сол фиқ кеңесі бойынша бағасын бересің дейді. Яғни кезінде менен 130 мың теңге алдың. 130 мың теңге. Ол кезде ол $1000 болды. Енді бүгін сен маған қазір қайтарайын деп жатсың. Доллардың көрсі 400 теңге. Маған қанша бересің? 130 мың теңге бересің бе? Жоқ, 130 мың теңге бермейсің дейді. Сен маған бүгінгі бағаның күнімен ақшасымен бересің дейді. Енді бүгінгі бағамен беру дегенде ол қанша немен өлшенеді дейтін болса, кейбір ғалымдар алтынмен өлшенеді дейді. Бүйтіп өлшейміз дейді. Сол кезде 2006-та сен менен 130 мың теңге алған болсаң, сол кезде 130 мың теңгеге неше грамм алтын сен сатып алар едің? Мысалы айталық 10 грамм алтын алар едің. Бүгін онда қазір доллар көтеріліп кеткеннен кейін, теңгенің құны құлап кеткеннен кейін 10 грамм алтынның бағасымен беру керексің ғой дейді. 10 грамм алтынды қанша қалу болады қазір? Сондай қылып бересің дейді. Алтынмен өлшенеді. Өйткені алтын тұрақты ғой дейді. Алтын ол әрдайым бағасын түсірмейді, өз бағасына тұрады. Сол себептен алтынмен өлшеніп беріледі дейді. Сөйтіп айтады, кейбір ғалымдар еді көтеріліп кеткеннен бастап өлшенеді дейді. Көтеріліп кеткеннен бастап, мысалы 130 болды. 130 болды. Содан кейін 140-қа көтерілді мысалы. Ол кезде проблема жоқ, ол аз көтерілу. Сосын 140-тан алды да бірден 390-дан бір шықты. Содан кейін болып 2 аптадан кейін қайт 400-ден бір шықты. Ондай болатын болса, сол көтерілген күні бар ғой, көтерілген күні 140 теңгеден ары қарай тез көтеріліп кетті ғой. Сол 140 мың теңгеге қанша доллар сатып алуға болатын еді сол кезде? Сол құнмен беріледі дейді. Яғни мысалшы 130 мың теңгеменен қарызға алдың 2006 жылғы, енді қазір маған қайтарайын деп жатсың. Ол кезде доллар $1000 болды 130 мың теңге. Қазір енді $1000 қанша? 450 мың теңге ғой. 450 мың теңге қылып қайтарасың ғой маған қазір. Сөйтіп айтады. Сондай ғалымдардың арасында қазір заманда тартыс бар. Не болса да кейбір шейхтарымыз айтқандай, бұндай кезде дейді, бұндай кезде шариғат үкіметі араласу керек дейді уже. Сот араласу керек, соттасу керек дейді. Бірақ егер сондай шариғатпен үкім жүргізбейтін елде өмір сүретін болсаң, ол кезде екі келісімге келген жақсы дейді. Екі жақ разы болатын сульх дейді. Иншалла сульх деген келісім деген ол иншалла мына осы Булуғул Марам сабағына алда бапта келеді. Иншалла бұны талқылаймыз. Үлкен мәселе ол да сульх аля инкар, жоққа шығарады, сульх келісетін сульх деген сияқты. Жалпы бұндай кезде осындай болып қалатын болса, екі жақ разы болатындай қылып келіскен жақсы дейді. Егер де сен менен мысалы 130 мың теңге қарызға алдың, енді бүгін қайтарып жатсың. Бүгін 130 мың теңге емес, ол $1000 емес, ол $250. Ол кезде сенің түсінігің болып, маған бір бағаны көтеріп, сондай қылып беруің керексің дейді. Өте қатты көтеріліп кеткен болса, девальвация қатты мықты болып кеткен болса, яғни сондай қылып екі жақ разы болатындай болып келіскен жақсы дейді біраз ғұламалар. Бұл сондай мәселе. Бұл мәселе бауырлар, мына жерде бір сәл ескертіп айтып кетейін. Бұл мәселе егерде құқықпен халал жолмен бере жақ болған болсаң, онда банағы ихтилафтар айтылады жалпы. Банағы ихтилафтар аз болса, ол сол бағамен тұра береді, көп болса, ол банағы ғалымдардың ихтилафы бар деген сияқты. Яғни құқықпен деген мынандай мәселе ғой бауырлар. Мен саған бір нәрсені саттым рассрочкаға.
бағасы 400 мың теңге сол кезде. Екеуміз разы болып алдық, бірақ сен соны ақшаны бермей созып бүгін беріпсің. Бірақ сол кезде мен саған бір нәрсені сатқанда 400 мыңға разы болып саттым ғой, дұрыс па? Әлде қарызға келіп менен сұрадың, 400 мың бере тұрасың ба? Керек болып тұр. Мен саған 400 мың бердім қарызға, разы болып бердім ғой, дұрыс па? Құқықпен, как положено, дұрыс, яғни. Бірақ құқықсыз алған болсаң, тартып алған болсаң сен, тартып алған болсаң, ұрлап кеткен болсаң, ол кезде жапа шеккен кісінің пайдасына қаралады онда. Яғни мысалшы сен менен кезінде 130 мың теңге ұрлап кеттің. Ол кезде 130 мың теңге $1000 болды бағасы. Енді бүгін тәубе қылып маған қайтарайын деп жатсың. 130 мың бересің бе? Жоқ. Ол кезде жапа шеккен кім бұл жерде? Мен ғой, дұрыс па? Менің пользама бересің онда. Бүгін $доллардың бағасы 450 мың теңге, маған 130 мың емес 450 мың қылып бересің ғой. Егер де құқықсыз болатын болса. Құқықсызды бұл жерде бауырлар екі жақтың тарапы қаралмайды. Тек қана бір жақ прав. Жапа шеккен кісі, потерпевший, сол не болады? Всегда прав болады. Құқықсыз болатын болса, тартып алған болсаң, ұрлап кеткен болсаң деген сияқты. Бірақ екі жақ разы болып, қарыз болған болсаң, құқықпен дұрыс, яғни по праву сондай болатын болса, ол кезде банағы ихтилафтар айтылады. Бұл бауырлар 23-ші хадисті кері оқып жіберейін. Абдулла ибн Умардан радиаллаху анху бірде мен пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам: уа Алланың елшісі, мен бақиққа түйе сатамын, динарларға сатып дирхамдар аламын, және дирхамдарға сатып динарлар аламын дейді. Мынаның орнына мынаны берем, ал мынаның орнына мынаны аламын дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған былай деп жауап берген: оларды, сол дирхамдарды былай беріп былай алатын болсаң, сол күнгі бағамен дейді, яғни қайтарып жатырған бағамен, және екеуің ажырамай тұрып алсаң дейді, оқас жоқ, проблема жоқ болады деді.